мұғалім мамандығының өзіндік қиын сәттері және қуаныш тұстарына тоқталып өтсеңіз. Алдымдағы отырған оқушыларымның бір тұлға болып шығуы мен үшін үлкен жетістік. Сіздерді шабыттандыратын не нәрсе? Осы алдымдағы отырған балапандарымның ата-аналарынан кері байланыс. Мұғалім болуға дегенгі кеңесіңізді айтып кетсеңіз. Бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Ұстаз жай ғана мамандық емес, өзіндік біліктілік пен даналықты талап ететін ұлы міндет. Сондай-ақ қазақ мәдениетінде ұстазға деген сый-құрмет өте ерекше орын алады. Ендеше облыс тұрғындары бүгін мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы сіздермен бірге Нұрдана Асқарбек бүгін ұстаз, яғни мұғалім мамандығының қыр-сырымен бірге танысатын боламыз. Қайырлы күн, құрметті Нұргүл Жүсіпбайқызы. Жалпы біздің бүгінгі мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы мұғалім мамандығының қыр-сырымен бөлісе кетсеңіз. Сәлеметсіз бе, Нұрдана Асқарбек қызы, қош келдіңіз. Мен сіздерді сыныбыммен таныстырып өтейін. Біздің қазір танысатын сыныбымыз 2-ші А сыныбы болады. Жаратылыстану бағытында қазіргі сабағымыз жаратылыстану пәні. Сол сабаққа кіріп қонақ болыңыздар, көріңіздер. Сабақтың басында бізде ұйымдастыру кезеңі болады, яғни балалармен психологиялық ахуалдан бастап сабақты жалғастырамыз. Бірге тамашалайық. Мен болмасамдар, адамдар бір-бірімен сөйлесе де, ән де тыңдай алмайды. Сүйікті мультфильмдерін де көре алмайды. Жалпы Нұргүл ханым, осы аталған мұғалім мамандығының өзіндік қиын сәттері және қуаныш тұстарына тоқталып өтсеңіз. Әрине, әр мамандықта ондай сәттер болады, қуанышты да, қиын сәттер де болады. Соның ішінде мұғалімнің қуанышты сәттеріне тоқтала кететін болсақ, ол оқушының жетістіктері, яғни алдымдағы отырған оқушыларымның бір тұлға болып шығуы мен үшін үлкен жетістік. Одан кейін бітіріп кеткен түлектеріміз болады. Ол оқушылардың алғысы, сізден үйреніп едім, сізге алғысым шексіз деген сияқты сөздері мұғалімді қуантады ғой енді. Ал бұл мамандықтың қиын сәттеріне тоқтала кететін болсақ, бұл әрине оқушылардың түсінбей отыруы, осылардың түсінбей отырғанын көру мұғалім үшін ең қиын жағдай. Ол баланың көңіліне тимей, қалай көмектесемін деп уайымдаймыз. Одан қала берсе, тәртіп бұзушылық деген бар. Сыныптағы тыныштықты сақтау, балалардың тәртіпті болуын қадағалау кейде оңай емес. Ата-анамен түсініспеушілік. Түсінікті. Жалпы өзіңіз атап өткендей, қазір кез келген мамандыққа болсын, жалпы осы аталған мамандыққа күйзелісті кезеңдер болады. Сол кезде сіздерді шабыттандыратын не нәрсе? Енді мен өзім жағдайыма келетін болсам, мені шабыттандыратын осы алдымдағы отырған балапандарымның ата-аналарынан кері байланыс.
яғни үлгерімі төмен болсын, үлгерімі жоғары оқушылар болсын, әр ата-ананың маған деген алғысы болсын, бір қуанышты сәттерімен бөліссе, сол маған шабыт сыйлайды. Одан әрі жұмысымды тереңірек балаларға үйретіп, неше түрлі әдіс тәсілдер жан-жақтан жинап, сол балаларға паш еткім келіп тұрады. Және де осы сыныбымыздан керемет бір ұлы тұлғалар шығып жатса болашақта, ол әр мұғалімнің қуанышы деп білемін. Одан кейін біздің өңірде неше түрлі олимпиадалар болады, байқаулар болып жатады. Сол байқауларда сыныбымыздың, оқушылардың жетістігін көру, әрине бұл әр мұғалімге шабыт сыйлайды, үлкен шабыт сыйлайды. Керемет. Енді қазір өзіміз білетіндей, жастардың мұғалім атануына үлкен құлшыныстар, жоғары қызығушылықтары да бар. Жалпы мұғалім болуға дегенгі кеңесіңізді айтып кетсеңіз. Артымыздан еріп келе жатқан жастарға айтарым, мұғалім болу ол өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Біздің алдымызда отырған оқушыларымыз бұл ата-аналардың жүректері, бақыттары. Осы көп уақытымыз осы оқушыларға бір жылулық сыйлауға, білім нәрімен сусындауға көп уақытымыз кететіндігін айтқым келеді. Сондықтан өз уақытымызды аямауымыз керек, соған дайын болып келу керек. Қандай жұмыс болсын, қанша уақыт кетеді, соның бәріне дайын болып келу керек. Және мейірімділік және адамгершілік ұстаздың бойынан табылу қажет. Керемет, Нұргүл ханым, толыққанды жауап бергеніңізге рахмет. Алдағы жоспарларыңызға сәттілік тілей отырып, бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Балалар, сіздерге де сәттілік, сабақтарыңызды жақсы баға оқыңыздар.